Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін оразаның 20-шы күні. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауыз ашарға дайындаған ас мәзірін көрсетемін. Сусынға каркаде, салатқа қызылша салаты, голубцы, тәттіге жент. Голубцы дайындау үшін тартылған ет, үкіштен өткізілген сәбіз, пияз, қара бұрыш, тұз барлығын жақсылап араластырып, үстінен күріш саламыз. Жақсылап араластырып, аз мөлшерде су құятын боламыз. Қазанға май құйып, қызғаннан кейін пияз салып, қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, пияз қуырылып шыққаннан кейін үстіне үкіштен өткізілген сәбізді, одан кейін туралған сәбізді саламыз. Араластырып алып, үстінен картошка саламыз. Кейін үстінен картошка салып, жақсылап қозғап, су құямыз. Су құйғаннан кейін қайнағасын астын баяу отта 15 минут қайнатамыз. Осы аралықта қызылша салат дайындап аламыз. Қызылша, сәбіз, алма, тұз және бір қасық зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған сорпаға голубцыйымызды салып, қайнағаннан кейін баяу отта тағы да 15 минут қайнататын боламыз. Жентті дайындаймыз. Ертілген сары май, сгущенка, талқан және өздеріңіздің қалауыңызша шекер салсаңыздар болады. Талқанды салып, бірінші қасықпен, одан кейін қолмен араластырамыз. Құрт құсатып қысып, жент жасап шығамыз. Бүгінгі ауыз ашарға дайындалған ас мәзірім ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше.